Бәріне ассалаумағалейкум достар. Бірінші дүниежүзілік соғыс. Бірінші дүниежүзілік соғыс екі рет колонизация арасындағы соғыс. Ернета мемлекеттері Ресей, Британия, Франция және де орталық державалар Германия, Австро-Венгрия, Турция. 1914 жылдың 19 шілдесінде 8 мемлекет арасында басталды. Кейіннен 1,5 миллиард адамнан астам халқы бар 38 мемлекет, оның ішінде 34 мемлекеттің Антанта жағында өз орбитасына тартты. 1918 жылдың 11 қарашасына дейін 4 жылдан астам уақытқа созылды. Екі жағынан да басқыншылық мақсаттарға ұмтылды. Германия, Британия мен Францияның әлсіретуге, Африка континентіндегі жаңа колонияларды басып алуға, Польша мен Балтық жағалауын Ресейден бас тартып алуға, Австрия, Венгрияның Балқан түбегіне орнықтыруға, Британия мен Франция өз колонияларын ұстап, Германия әлемдік нарықта бәсекелес ретінде әлсіретуге тырысты. Ресей Галациясын басып алып, Қара теңіз бұғаздарын басып алды. Себептер. Соғыстың себептерін іздеу. Германия мен Пруссияның Германның біріктіру процесі аяқталған кезде 1871 жылға әкелді. Колониялар мен Отто фон Бисмарктің басқыншылығымен Германия үкіметінің сыртқы саясаты Германияның Еуропадағы үстем жағында жету ниетімен аяқталды. 1882 жылы Бисмарк Австро-Венгрия, Италия мен Германияның біріктіретін үштік одақ құру арқылы Германия позициясын нығайтты. 1989 жылға қарай Германия еуропалық дипломатиядағы алғашқы рөлге шықты. Франция Ресеймен әскери конвенция мен одақ туралы келісім жасасты. Орыс-француз одағы үштік одаққа қарсы салмақ ретінде қызмет ету керек еді. Ал 1907 жылы Британия, Франция және де Ресей одағын құрды. Осылайша Еуропаның екі қарулы лагерге бөлінуі қалыптасты. Соғыс себептерінің бірі ұлтшылдық сезімдерінің кеңеюінің күшеюі болды. Өз мүдделерін білдіре отырып, ел еуропалылардың билеушілері топтары олардың халық ұмтылмас ретінде ұсынуға тырысты. Халықаралық қақтығыстың шиеленісінде бірқатар дипломатиялық дағдарыстар мен күшейтілді. 1905 жылы 1906 жылдарда Мароккодағы Франко-Германия қақтығысы, 1908-1909 жылдардағы Босния және де Герцеговина Австриялардың аннексиясы соңына 1912-13 жылдардағы Балқан соғыстары, Британия мен Франция итальяндық солтүстік Африкадағы мүдделерін қолдады және де осылайша оның үштік одаққа деген алдыңғын әлсіретті. Сондықтан Германия болашақ соғысқа одақтас ретінде Италияға сене алмады. Австро-Венгрия монархиясына қарсы Балқан соғыстарынан кейін белсенді ұлтшылдық насихат басталды. Сербтер тобы, жас Босния астыртын ұйымының мүшелері, Австро-Венгрия тағының мұрагері Арчик Франц Фердинандтың өлтіру туралы шешім қабылданды. Франц Фердинанд Сараево қаласындағы гуманист Геревольни провинциясында 1914 жылдың 28 маусымында өлтірілді. Сербияға қарсы соғыс бастағысы келген Австрия, Венгрия, Германия қолдауына ие болды. Соғыста егер Ресей Сербияны қорғамаса, соғыс жергілікті сипатқа ие болады деп сенді. Бірақ егер ол Сербияға көмектескенде, онда Германия өзінің келісімшарттық міндеттемелерін орындауға және де Австро-Венгрияны қолдауға дайын болды. 23 шілдеде Сербияға ұсынылған ультиматумда Австрия Венгрия сербиялық күштермен бірге дұшпандық әрекеттерді тоқтату үшін өзінің әскери құрылымдарын Сербия аумағына кіргізуді талап етті. Ультиматумға жауап 48 сағаттық мерзімге берілді. Бірақ ол Австро-Венгрияны қанағаттандырмады және де 28 шілдеде Сербияға соғыс жарияланды. 30 шілдеде Ресей жалпы жұмылдыру туралы жарияланды. Германия бұл жағдайда 1 тамызда Ресейге, 3 тамызда Францияға соғыс жариялау үшін пайдаланды. 4 тамызда немістер Бельгияға басып кіргеннен кейін Британия Германияға соғыс жариялады. Қазір Еуропаның барлық ұлы державалары соғыс таратылды. Олармен бірге олардың доминдары мен колониялары соғысқа қатысты.
соғыс барысы 1914 жылы соғыс 5 науқандан тұрды. 1914 жылдың алғашқы науқан кезінде Германия, Бельгия мен Францияның солтүстік аймақтарға басып кірді, бірақ Марн шайқасында жеңілді. Ресей шығыс Ферусия мен Галасияның бір бөлігін басып алды. Шығыс Ферусия операциясы және де Галасия шайқасы. Бірақ содан кейін неміс және де Австро-Венгрияға қарсы шабуылынан жеңілді. Нәтижесінде маневриттік позициялық күрес формулаға көшу болды. Бірінші дүниелік соғыс Еуропада 1914-1915 жылдары. 1915 жылы науқан Италияның соғысқа кірмеуімен, Ресей соғыстан шығарылуының, неміс жоспарының бұзылуымен және де батыс майдандағы қанды нәтижесіз шайқастармен байланысты. Бұл науқан барысында Германия мен Австрия-Венгрия негізгі күштерін Ресей майданына жұмылдырды. Карло Колли деп аталынатын серпіліс жасап, орыс күштері Польша мен Балтық жағалау елдеріне қуып шығарды. Бірақ Вильнюс операциясында олар жеңіліске ұшырап, позициялық қорғанысқа көшуге мәжбүр болды. Батыс майданда екі жақта да стратегиялық қорғаныс жүргізді. Жеке операциялар Испирш, Шампен және де Артура улы газдары қолданыла қарамастан сәтті болмады. Оңтүстік майданда итальяндық әскерлер Инзонс өзеніндегі Австро-Венгрияға қарсы сәтсіз операция жасады. Германия австриялық әскерлер алдық салынған Сербияға, англо-француз әскерлері Грецияда Салоник операциясы сәтті өткізді, бірақ Д'Артаньянды игере алмады. Запкания майданында Алашкерт, Хамдан және де Сарқамыш операциялары нәтижесінде Ресей Ерзұрымға жақын түсті. 1916 жылы науқанда Румынияның соғысқа кіруімен және де барлық майдандарда ауыр позиция соғыс жүргізумен байланысты Германия Францияға қарсы тағы да 3 жылдық бірақ Ведуан шайқасында сәтті болды. Танктерді қолдануға қарамастан, Соминадағы ағылшын-француз әскерлерінің операциялары да сәтсіз болды. Италия майданында Австро-Венгрия әскерлері Трента шабуылында операция жасады, бірақ итальяндық әскерлерге қарсы шабуылды бас тартты. Шығыс майданда Ресей оңтүстік-батыс майданының әскерлері Галасияда 550 километрге дейін кең майданда сәтті операция жасады. Бреселова серпілісі және де 620 километр жылжыды. Австро-Венгрияның шығыс аймақтарын басып алды. Бұл жауды осы майданға батыс және де Италия майдандарының 34 дивизияға ауыстыруға мәжбүр етті. Бірінші дүниелік соғыс 1916-18 жылдардағы Еуропада Заказание майданында орыс әскерлері Ерзұрымды, содан кейін Трабзонды шабуылдау операцияларын жүргізді. Олар аяқталмай қалды. Балтық теңізінде шешуші Итолит шайқасы болды. Науқан нәтижесінде Антантаның стратегиялық бастамасын басып алуына жағдай жасады. 1917 жылы 1917 жылда науқанда ақш-қа соғысқа кіруімен, Ресейдің соғыстан революциялық шығуымен және де батыс майданда бірқатар дәйекті шабуылға операциялар жүргізуіне байланысты Нивал операциясы, Мессин ауданындағы операциялар, Инверс-Бердиннің жанында Камбардағы операциялар. Бір операциялар артиллерия, танктер мен авиацияның үлкен күштерін қолдана қарамастан батыс еуропалық соғыстарысында жалпы жағдайда іс жүзінде өзгерткен жоқ. Осы уақытта Атлант мұхитында Германия шексіз суасты соғысын бастады. Оның барысында екі жақта үлкен шығындарға ұшырады. 1918 жылғы науқан позициялық қорғаныстан Ентох қарулы күштерінің жалпы шабуылына көшумен сипатталды. Бастапқыда Германия пикаралардағы одақтастарының наурыз айында шабуылдарындағы федералдағы Ена мен Марина өзендерінде жеке операциялар жасады, бірақ күштің жетіспеушілігінен олар дамыды. 1918 жылдың екінші жартысынан бастап ақш-тың соғысқа кіруімен одақтастар неміс шабуылының нәтижесінде жойылған Амен, Сента, Малел, Марина өзара шабуылын операцияларын дайындап орналастырды. Ал 1918 жылы қыркүйегінде Германияға тапсыруға мәжбүр етіп, жалпы шабуылға
көшті. Жиынтықтар бейбітшілік шартының түпкілікті талаптары 1918-20 жылдардағы Париж конференциясында әзірленді. Сессия барысында осы бейбіт шартқа қатысты келісімдер айқындалды. Ол аяқталғаннан кейін бірінші 1919 жылғы 28 маусымда Германия мен Версаль бейбітшілік келісіміне, екінші 1919 жылғы 10 қыркүйекте Австрия Сента-Жермен бейбітшілік келісімін, 1919 жылғы 27 қарашада Болгария мен Нейс бейбітшілік келісімін үшінші болды. Төртінші 1920 жылғы 4 маусымда Венгрия мен Траньон бейбітшілік келісіміне, бесінші 1920 тамызда Түркия мен Сервис бейбітшілік келісіміне қол қойылды. Кейіннен Лозанн шарты бойынша 24 жылғы 1923 шілдеде Серб келісіміне өзгерістер енгізілді. Бірінші дүниелік соғыстың нәтижесінде Германия, Ресей, Австро-Венгрия және де Осман империялары жойылды. Австро-Венгрия және де Осман империясы бөлініп, Ресей мен Германия монарх болуды тоқтатып, аумақтық және де экономикалық тұрғыда әлсіреді. Германиядағы революциялық көңіл-күй екінші дүниелік соғысқа әкелді. Бірінші дүниелік соғыс әлеуметтік провинциялардың дамуын жеделдетті. Бұл Ресейдегі, Германиядағы, Венгрияда және де Финляндиядағы төңкерістің алғышарттарының бірі болды. Оның нәтижесінде әлемде жаңа әскери-саяси жағдайлар қалыптасты. Бірінші дүниелік соғыс 51 аймақ және де 2 аптаға созылды. Ол Еуропа, Азия және де Африка, Атлант, солтүстік Балтық, Қара және де Жерорта теңіздерін қамтыды. Бұл соғыс кезінде 59 тәуелсіз мемлекеттің 38-дің қатысқан. Әлемдік деңгейдегі алғашқы әскери қақтығыс. Соғысқа әлем халқының 3/2-сі қатысты. Соғысушы әскерлердің саны 37 миллион адамнан асты. Қарулы күштерге жұмылдырылғандардың жалпы саны шамамен 70 миллион адамды құрады. Фронттардың ұзындығы 2,5-4 мың километр, тарапты адам шығыны шамамен 9,5 миллион, қаза тапқандар және де 20 миллион жараланғандар. Соғыстағы әскерлердің жаңа түрде дамуды. Авиация броньды әскерлер, зениттік әскерлер, танкке қарсы құралдар, суасты күштері, қарулы күштердің жаңа формулалары мен әдістерді қолдана бастады. Армия жаңа майдан операциялары, майдан бекіністеріндегі серпіліс, жаңа стратегиялық категориялар пайда болды. Әуе кемелері, жедел орналастыру, жедел шабу, шекара маңындағы шайқастар, соғыстың алғашқы және де кейінгі кезеңдері.